Сәлем достар! Бүгін осындай жаркоп атты тағам пісіреміз. Бұл тағам өте дәмді және өте тойымды. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тағамға қосылатын барлық ингредиенттерді ірілеу қылып тураймыз. Қазанымызға сұйық май құямыз. Ысыған майымызға етті салып қуырамыз. Етті тұздаймыз. Етіміз қуырылып, суы тартылғаннан кейін жуаны қосамыз. Сәбізді қуырамыз. Болгар борщын қосып қуырамыз. Қызанақты қосып қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын салып, және картопты қосып, тағы да шамалы қуырамыз. Қайнаған су құямыз. Сосын сорпасы қайнағаннан кейін бетін жауып, астын басып, 35-40 минут пісіреміз. Қамырды илейміз. Қамырды өте қатты қылып илеу керек. Енді қамырымызды бешбармақтың қамыры сияқты өте жұқа қылып жаямыз. Қамырымызды оқтауға орап, осылай кесіп, майда кесінділерге бөлеміз. Сорпан ішіндегі барлық қою заттарды осылай сүзіп аламыз. Сорпан бетіндегі майынан шамалы қалқып аламыз. Сосын қайнаған су қосамыз, тұз қосамыз. Содан кейін қамырымызды салып, пісіреміз. Үлкен табаққа нанымызды түсіреміз. Қалқып алған сорпаның майын құйып, нанды осылай араластырып өтеміз, жабысқанмау үшін. Сосын нанның бетіне осылай салмамызды қоямыз. Тағаммен бірге сорпасын да тартамыз. Мінеки достар, бізде өте дәмді, өте тойымды жаркоп шықты. Бұл тағамды тағы кейбір жерлерде нан салмасы деп атайды. Ал сіздерде бұл тағам қалай аталады? Комментарийда жазып өтіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.